Амансыздар ма достар, бүгін осындай пакетик жасаймыз. Осының шаблонын телеграм каналыма салдым. Егер менің каналымда болмасаңыз, маған WhatsApp номерге, видеоның астындағы номерге хабарласуыңызға болады. Каналға қосылу үшін. Міне телефонмен распечатка жасап жатырмын, себебі маған просто ноутбукпен распечатка жасауға лень. Осылай міне ою тұрған жерін ғана беговать етсеңіз жарайды. Қағаздың плотності 200 грамм фотобумага глянец. Бұның мына жерін неге беговать етеміз қазір көрсетем. Бұл жерде линия бар. Міне мына жерін именно беговать етем, потому что мына жерінде сызық бар. Осылай майыстыру үшін ыңғайлы болады. Осылай және де опана осылай. Осындай треугольник шығу керек. Бұл бірақ не обязательно, даже можете это не делать. Істемей қойыңызға болады. Міне осылай істеп болдық. Осында екі жағын осылай істейміз. Төбесіндегі ақты майыстырамыз. Осылай майыстырып тастаймыз. Жанның бәрін линия бойынша майыстырып шығасыздар. Еңбек сабағына қатысқан болсаңыздар, оны догадаться ету керексіздер деп ойлаймын. Ал еңбек сабағынан қашып жүрсеңіздер, енді извините. Онда қараңыз видеоны до конца. Сонымен қатар менің лайфхактарымды көргіңіз келсе, міндетті түрде маған подписка жасап, YouTube-ды обновить етсеңіз, менің лайфхактарым тек қана менің подписчиктеріме арналған видеоларым шығады. Сол себепті міндетті түрде подписка жасаңыз. Содан кейін керемет видеоларды оңай жеңіл тойбастар жасау әдісін жеңіл жасау туралы көретін боласыз. Астын құюға ұмытып кеткенмін. Ақтарын қиып тастайсыз. Және де мен астын желательно двухсторонний канцелярский скотчпен клейлеймін. Себебі ішіне духи или там ауырлау бір нәрсе салса түсіп кетеме деп қорқам. Сол себепті осындай двухсторонний скотчпен клейлеймін. Жанында двухсторонний скотчпен клейлеуіңізге болады. Өзіңіздің вкусыңызға, выборыңызға байланысты. Осындай дайын пакетик шықты. Дыраколмен екі жағынан тестік. Содан кейін лента алып, лентаны өткізіп, әдемі қылып байлап қоямыз. Мен былай байлады екен деп, сіз осылай байлау міндет емес. Өзіңіздің идеяңызбен өзіңіз қалай байлағыңыз келеді, солай байласаңыз болады. Міне осылай жанына мен істеп байлап қойдым. Жақсы, сау болыңыз.